Саламатсыздар ма оқушылар, 90-шы бетті ашамыз. Жаңа тақырып Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму бағыттары. Оқыту мақсаты Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму бағыттарын анықтап, болжам жасайды. Термин сөз инновация. Бұл адам өмірінің және қызметінің кез келген саласында жаңа идеяны іске асыру процесі. Ол нарықтағы сұранысты қанағаттандыруға және экономикалық эффектке алып келеді. Инновациялық дамуды ынталандыратын әлемдік экономикалық трендтер мыналар. Цифрлы технологияларға екпін жасай отырып, өндірістік тізбектерді түрлендіру. Көрсетілетін қызметтердің үлесі мен маңыздылығын арттыру және өнеркәсіптегі креативті секторлардың өсуі. Дамыған нарықтардан капиталдың жылыстауы, елдердің өндірісті орналастыру мен дамыту үшін бәсекелестігі, еңбек өнімділігіне назар аудару, кәсіпкерлік рөлінің өсуі, халықтың ұтқырлығы, мобильділігі жатады. Және урбандалу, қалалардың өсуі. Бүгінгі экономиканың негізгі ерекшеліктерін сипаттаймыз. Индустриялық кезең 20 ғасырдың екінші жартысы, инновациялық кезең 20 ғасыр мен 21 ғасырдың басы. Экономикалық өсімнің стратегиялық факторлары өндірістік тәжірибе, ал инновацияда ғылым мен білім. Басым капитал индустриялықта физикалық, ал инновацияда интеллектуалдық. Басым активтер индустриялықта материалдық, инновациялықта материалдық емес. Яғни осылай біздер индустриялық кезең мен инновациялық кезеңді салыстыра аламыз. Толықтай қарап шығыңыздар. Өңдеуші өнеркәсіптің жекелеген салаларын дамытудың жаһандық трендтері. Олар қара металлургия, түсті металлургия, автомобиль өндірісі, электр жабдығының өндірісі, азық-түлік өнімдерінің өндірісі, агрохимия, мұнай және газ. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының бағыттары: мұнай-газ, тау-кен металлургия, агроөнеркәсіптік кешен, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, химия және мұнай химиясы, энергетикалық және машина жасау жатады. Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуында кедергі келтіретін факторлар бар. Ол факторларды білу үшін мына кестеге назар аударайық. Солардың бірі жоғары кәсіби білікті техникалық кадрлардың тапшылығы. Ғылым, технология, инновациялар саласына мемлекеттік саясат жүзеге асыруда кезеңділіктің жетіспеушілігі, ғылым мен бизнес арасында тиімді өзара қарым-қатынас тетігінің болмауы, ішкі тұтынушы нарықтың көлемі аз болуы және тағы басқалары жатады. Сабағымызды қорыту мақсатында мынандай сұрақтар қоямын. Қазақстанның шаруашылығы неден тұрады? Инновация дегеніміз не? Инфрақұрылым дегеніміз не? Инновациялық инфрақұрылым неден тұрады? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.